Қайырлы күн, құрметті Целиноград ауданының тұрғындары. Целиноград ауданының баспасөз орталығы эфирде. Қазіргі таңда Целиноград ауданының аумағында карантиндік шектеу шаралары жеңілдетілді. Бүгінгі брифинг коронавирустық инфекцияның ағымдағы эпидемиологиялық жағдайы, жасөспірімдерді егу және ересектерді қайта егу, ревакцинация жайында. Целиноград ауданының санитарлық эпидемиологиялық бақылау басқармасының басшысы Иса Әбсаттар Үкібайұлы мәліметін болады. Құрметті Целиноград ауданының тұрғындары және қонақтар, бүгін біз сізге кезекті рет аудан көлеміндегі коронавирусты инфекцияның эпидемиологиялық ахуалы жайлы және халықты екпемен қамту пайызы жөнінде және жаңадан біздің елімізге келген жасөспірімдерге және жүкті әйелдерге, емізулі арналған Pfizer вакцинасының компаниясының Comirnaty вакцинасымен егілу мәнісі жайлы қысқаша тоқталып айтып өтетін боламыз. Бірінші сұрақ, аудан көлеміндегі жалпы эпидемиологиялық ахуалға тоқталып өтсеңіз. Рахмет. Жалпы Целиноград ауданының бойынша пандемия басталғалы бері 1911 жағдай тіркелді. 2020 жылы 374 жағдай болатын болса, үстіміздегі жылы 2021 жылы 1537 жағдай тіркеліп, соңғы қазан айының өзінде 77 жағдай тіркеліп отыр. Енді біздің эпидемиологтардың, мамандардың эпидемиологиялық зерделеу кезінде, ошақты тексеру кезінде, қамту кезінде анықтағаны соңғы 51 жұғу орындарында анықталғаны. Көп жағдайда негізі 51 орынның 32 жағдайында қоғамдық тамақтандыру орындарына барған жерде жұқтырғаны анықталды. 9 жағдайында қоғамдық көліктермен пайдаланған кезінде жұқтыруды, қалған жағдайларда сауда орындарында, дүкендерге барған кездерде жұқтыру жағдайлары анықталған. Жалпы біздің Целиноград ауданы санитарлық эпидемиологиялық басқармасы Целиноград ауданымен бірге жаңадан бөлініп шыққан Қосшы қаласының аумағын осы қызметпен қамтуда. Енді цифраларды бөліп айтатын болсақ, аудан көлемінде 1344 жағдай жалпы пандемиядан тіркелген болатын болса, кезеңінде Қосшы қаласы бойынша 567 жағдай тіркеліп отыр. Соңғы қазан айының өзінде аудан көлемінде 41 жағдай тіркелді, Қосшы қаласында 36 жағдай тіркелді. Енді екпе алғандардың арасында аурушаңдық көрсеткішіне де тоқталып өту керек. Ол Целиноград ауданы бойынша 43 жағдай тіркелген болатын болса, біздің талдауларымыздың арқасында біз мынандай мәліметтерді айта аламыз. Бірінші екпені алу кезеңінен кейін 3-4 күні ауырғандар және 7-8 күндері ауырғандардың саны 8 жағдайда. Екінші екпені алғаннан кейін 3-4 күні, 7-8 күні ауырғандардың саны 35 жағдай. Бұл нені білдіреді? Яғни инкубациялық период өтпей тұрып, аурушаңдық көрсеткіші байқалғаннан кейін, осы екпені алғанға шейінде жұқтыру алу жағдайларын білдіреді. Және осы жағдайлардың да барлық кезеңінде ауыр түрінде өтпеген анықталды. Енді жалпы статистикада көрсетіп отқан сандардың барлығы басқаша болады. Себебі өйткені біздің ауданымыз Нұр-Сұлтан қаласына жақын орналасқан аудандардың бірі болғаннан кейін, біздің халқымыздың бір шамасы сол Нұр-Сұлтан қаласында есепке тіркелген және емдеу сауықтыру мекемелерінде сол жерде тіркелген болғандықтан, біздің жұмыстардың есепке алынған статистиканың көп саны сол Нұр-Сұлтан қаласына кетеді. Негізі біз беріп отырған соңғы 3 айдың көлеміндегі 508 коронавирустық инфекция жұқпалы жағдайлары статистикаға тіркелген болса, шын мәнісіндегі бұдан 3 есе көп, 1564 жағдай біздің эпидемиолог мамандармен бірге ошақтар да жұмыс жасалған болатын. Енді тағы бір айта кететін нәрсе, аудан көлеміндегі көп тіркелетін коронавирус инфекцияның көп тіркелетін елді мекендеріне тоқталып өтсек, ол Ақмола ауылы, Арайла елді мекені, және Родина елді мекені, Қызылжар, Төңкеріс, Нұресіл елді мекендерінде тіркелуде. Жас ересектеріне қарайтын болсақ, сол 30 жас пен 64 жас аралығындағы аурушаңдық көрсеткіші 45-6%-ға көрсетіп отыр. Балалардың
4 жасқа шейінгі балалардың есебінде 2 жағдай тіркелген, қалғаны оқушылар арасында есептер тіркелген. Оны қосымша тоқталып өтетін боламыз. Жақсы, рахмет. Келесі сұрақ, егу жұмыстарының қарқыны жайлы және қамтылу пайызын айтып өтсеңіз. Жалпы, құрметті Целиноград ауданының тұрғындары, біздің ауданда екпе жұмыстары март айында басталып кеткен болатын. Біз жалпы аудан көлемінің 32.600 егілуге жататын адамдардың жоспары жасалған болатын болса, бүгінгі таңда 17.709 адамды егумен қамтыдық. Ол 86.5%-ды жетіп отыр. Енді категория бойынша өтетін болсақ, жалпы біздің аудан көлемінде бірінші біз өзіміздің дәрігерлерімізді, мұғалімдерімізді, әскери қызметкерлерді, құқық қорғау саласының қызметкерлерін және мемлекеттік қызметкерлерді егумен қамтып, соларды жоспарлаған болатынбыз. Нақтылап өтетін болсақ, дәрігерлер бүгінгі таңда 98.7%-ды егілумен қамтылды. Мұғалімдеріміз 99%-ға егілумен қамтылды. Құқық қорғау саласы мен әскерилер 98-100%-ды егілумен қамтылды. Малый средний бизнес, жеке кәсіпкерлер және ауыл шаруашылық саласындағы жоспарға алынған адамдар, олар 81-85%-мен егумен қамтылды. Жалпы аудан көлемінде 89% егумен қамтылды. Келесі сұрақ, оқушылар арасындағы аурушаңдық. Оқушылар арасында аурушаңдық көрсеткішіне келетін болсақ, соңғы сентябрь айында облыс көлемінде 280, қазан айында 426, қараша айында 119 жағдай тіркелетін болса, осы айлар біздің ауданға тиесілі қыркүйек айында 9 жағдай, қараша айына, қазан айына 15 жағдай, қараша айына 18 жағдай болып тіркелді Целиноград ауданының көлемінде. Енді барлық тіркелген аурушаңдық көрсеткіштерінің ішіндегі балалардың арасында, жасөспірімдердің арасындағы ауру түрінде өткізген жағдайлары жоқ эпидемиологиялық зерттеулердің кезінде. Симптомсыз көп жағдайда оң нәтиже берген, немесе амбулаториялық үйде емделіп, мерзімде өзінің толық емін алып, жазылып шықты барлық жағдайда. Жасөспірімдер арасында Комирнати вакцинасымен егу жұмыстары қалай басталады? Бұл да бір үлкен сұрақ. Құрметті аудан тұрғындары, екпені біздің елімізге Pfizer компаниясының Америкада жасалған негізгі вакцинаның аты Комирнати деп аталады. Осы екпенің келгеніне елімізге үлкен қалаларда Астана, Нұр-Сұлтан қаласына, Алматы қаласына, Қызылорда, Шымкент қалаларына келіп түскен болатын. Күні кеше біздің Ақмола облысына да жеткізілді. Осы вакцинаның түрі енді тиісінше аудандарға таратылатын болады. Осы уақытта біз қосымша барлық елді мекендердің мектептерін түсіндіру жұмыстарын, оның ішінде оқушылар, жоғарғы сыныптың оқушыларымен, олардың ата-аналарымен, сол мектептің мұғалімдерімен бірге екпені қалай салуға болады, кімдерге салуға болады, осы түсіндірме жұмыстарын жоспарлап бастап та кеттік. Бірқатар елді мекендерде тағы айтып өтетін нәрсе, Комирнати вакцинасы тек жасөспірімдерге емес, жүкті әйелдерге және емізулі әйелдерге де рұқсат берілгенін, және бұл денсаулық сақтау ұйымының рұқсат берген, келісімін берген вакциналардың бірі деп атап өту керек. Жалпы біздің аудан көлемінде біздің есепте қазір 8497 адамды есепке алып отырмыз. Жүкті әйелдер, емізулі әйелдер және біздің 12 жастан 18 жасқа дейінгі мектеп оқушыларының арасындағы жасөспірімдердің есебі алынып отыр. Оның ішінде бүгінгі таңда қазір 443 адам өз еркімен, ата-аналарының келісімімен және жүкті әйелдерді есепке алғанда 143 адам осы екпені алуға келісімін беріп отыр. Енді тиісінше жоспарға сәйкес осы сұранысқа келген адамдарға байланысты облыстың көлемінен, басқармалардан біз осы дозаларды сұратып алып, екпе жұмыстарын бастап кететін боламыз. Тағы да айта кететін нәрсе, құрметті аудан тұрғындары, қонақтар, осы пандемияны жеңудің ең бірден бір жолы бұл ұжымдық иммунитетті қалыптастырып, халық арасында, жасөспірімдер арасындағы екпені кемінде 65-70%-ға жеткізіп, біз осы пандемияны жеңе аламыз деп айтып өткім келеді. Рахмет. Құрметті Целиноград ауданының тұрғындары, назарларыңызға рахмет. Сұрақтарыңыз болса, комментарийға жазуды ұмытпаңыздар. Сау болыңыздар.